Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен балық қуырамыз. Бұл видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр басқан лайктарыңыз мені шабыттандырады. Менің балықтың төс еті, мүлдем сүйегі жоқ. Енді біз оны кішкене маринадтап аламыз. Бірінші бір жұмыртқаны қосамын. Тұз. Кристалды тұз. Енді кішкене лимонның соғын қосамыз. Енді бәрін араластырып аламыз. Және 15 минутқа қойып қоямыз. Ендеше достар, біз балығымызды пісіріп алайық. Бірінші біз балығымызды панировочный сухариға 2 бетін аунатып майға саламыз. Майдың көп болуы керек емес. Біздің отымыз орташа отта тұруы керек. Егерде қатты от болып кетсе, оның сырты күйіп, ортасы піспей қалады. Ал ақырын отта болып кетсе, қатты майлы болып кетеді. Балық өте тез піседі. Енді біз оны екінші бетіне аударамыз. Қараңыздаршы, қалай әдемі болып пісті. Егерде сіздерге ұнап жатса, лайк басып кетіңіздер. Мінекей достар, біздің балығымыз дайын. Егерде сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де осы балық туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.